Түркістан облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасына қарасты Әбсалам Нұрмаханов атындағы Олимпиада резервінің мамандандырылған балалар жасөспірімдер спорт мектебінің жетістіктері мол. Яғни биыл жыл басынан бері облысымыздың спортшылары түрлі жарыстар бойынша жалпы саны 950-ден астам медальдар жеңіп алса, соның 3-тен бірі нақ осы спорт мектебінің еншісіне тиесілі. Атап айтсақ, мұнда балалар бокс, дзюдо, таеквондо, еркін күрес, грек-рим, қазақ күрестері сонымен бірге самбомен айналысады. Ал мектепте тәжірибелі жаттықтырушылар еңбек етсе, мекемеде жалпы саны 1600-ден астам спортшы жаттығады. Осылай деген мектеп директоры әрі Түркістан қалалық мәслихатының депутаты Дәурен Тәңірбергенов ендігі жерде Олимпиада шыңын бағындыратын спортшы тәрбиелеп шығару басты мақсатымыз деп санайды. Ассаламайым, құрметті көпшілік. Спорт мерекесі құтты болсын. Енді спорт деген көк тудың желбірейтін жері. Сол себептен барлықтан спортшылар бар, жаттықтырушылар бар, бәрін мерекелерін құттықтаймын. Енді биыл жетістіктерімізді айта берсек, біраз жетістікке жеттік. Оның ішінде 8 әлем чемпионын алдық. Және де жалпы осы Әбсалам Нұрмаханов мектебінің жаттықтырушыларының еңбегінің арқасында облыста 950 медаль алынса, әлем, Азия чемпион Қазақстанда да. Соның 250-ін біз осы мектеп алыпты. Демек 3-тен 1 бөлігін біз осы мектептің еншісінде. Биыл енді жылда бір әлем чемпионын алу, бір Азия чемпионын алу қиындығым жоқ. Қазір жаман емес, біз алдың қатарда мектептің біріміз. Алда уақытыда 24-ші жылы, 28-ші жылғы Олимпиадаға біз дайындық, сол жерден медаль алу басты мақсатымыз болып тұр. Облыстың барлық спорт мектептерінің бұл енді бүгінгі күнге дейін жинаған биылғы жылғы медальдарының ішінде 3-тен 1 сіздердің осы мектептің жалпы марапаттары, яғни жетістіктері орап отыр. Яғни бұл енді жаттықтырушылардың қажырлы еңбегі, осы спортшыларды тәрбиелеу уақытындағы жұмыстың жемісі екендігі анық. Осы тұрғыда алда енді басты мақсат Олимпиада шыңын бағындыру болып табылады. Қай спорттардан Олимпиада шыңын бағындыру мүмкін Түркістандық өрендер? Түркістандық өрендер бірінші енді дзюдо күресінен. Дзюдо күресін білесіз, әлемде 200-ден астам мемлекет қатысады. Ол әлемдік ең мықты спорттың 5 түріне кіреді. Ол 5 түрі бокс, футбол, теннис, гольф, одан кейін дзюдо кіреді. Әлемдік 5 спортқа ең зрителі көп қатысатын мемлекеттердің арасында. Сонымен қатар бізде еркін күрестен қыздарымыз бар, білеміз, қазір 3 қызымыз бар. Және де таеквондо балдарымыз бар. Қазір 2 баламыз ересектер арасында чемпион Қазақстан. Кеше Азияда 3-ші орын алып келді. Иранда өткен G1 ойынында 2-ші орын алып келді. Сол спортшыларымыз бар. Және де бокстен де біраз жастарымыз шығып келатыр. Ертең бір жас баламыз Бақтияр деген, Анарбай Бақтияр деген жігітіміз әлем чемпионатына қатысады деп отырмыз. Ол баланың енді қазір дайындық үстінде. Кеше Венгрия мен Қостанай қаласында өткен турнирлерде жеңімпаз атанды. Ертең алдағы уақытта Сербияға кетіп жатыр. Сол жерде егер Сербияда жақсы нәтиже көрсетсе, әлем чемпионатына қатысады деген жоспарда бар. Қараша айында Испанияда өтеді. Және де біздің 3 қызымыз Қазақстанда Испанияда өтетін әлем чемпионатында әйелдер күресі, еркін күрестен мирға қатысады деп жоспарлап отырмыз. Сонда алдағы уақытта біраз жоспарларымыз бар. Осы жаңа Олимпиадаға барады, ертең 24-ші жылы, 28-ші жылы барады деген қыздар балдарымыз бар. Қазір әлем чемпионатының алдында дайындықта жүр. Енді ең бірінші биыл әлем чемпионаты болғаннан кейін, Олимпиададан кейін барлық мықтылардың бәрі қатысады. Дзюдо күресінен Ташкентте өтеді қазан айында. Оған Дидар Хамза баламыз қатысады. Сол жерден де жеңіс күтеміз. 1600-ден астам спортшымыз бар. Соның ішінде сайгерліктеріміз ғой, бұлар айтып айтқанда. Соларға қаржы тауып, бапкерлердің жағдайын жасасақ, әлі талай алатын шың алда деп өзім ойлаймын. Дәурен Рахымұлы, енді бір жақсы жаңалық бұл енді осы Әбсалам Нұрмаханов атындағы спорт мектебінің ғимараты жаңарып жатқан болатын. Яғни жаңа ғимарат салу бұл көптен күткен спортшылардың тілегі. Одан кейін Түркістан қаласындағы спорт сүйер қауымның көптен күткен
жалпы ғимараты десек болады. Осы тұрғыда ғимаратта қандай жағдай жасалады, қашан пайдалануға беріледі, жалпы қашан енді спортшылар сол жерде жаттығуын өткізіп, осы олимпиадаға сол жерде тыңғылықты дайындықтарын жасай алады. Осы жағына тоқталып өтсеңіз. Ол спорт мектеп ғимараты аты Бекзат Саттарханов атындағы спорт ғимарат. Ол спорт ғимарат бұрынғы ескі ғимараты 2200 шаршы метр тұғын. Қазір салынып қалған ғимараты 7600 шаршы метр. Демек, ол да 4 есе үлкен ғимарат түсуде. Барлық талаптарға сәйкес, олимпиадалық талаптарға, әлем талаптарға сәйкес ғимарат түсуде. Алайда биыл бітеді деген, биыл емес, қаржылық тапшылығына байланысты келесі жылы көктемде бітеді деген бізге хаттар келді. Келесі көктемде кірсек, ол енді өткенде сізге сұхбатында айтқам, балдарымыз көшеде айналып жүрді. Мектептің қосымша ғимараттарында айналып жүрді. Осындай ғимараттар бітсе, мен ойлаймын, бұдан қазір бір жыл 9 айда 250 медалға батсақ, ол кезде 500 медалға айналамыз деген ойымыз бар. Өйткені балдарға жаттығатын жерлерін барлық мәселелер болатын болса, мысалы темір көтеретін жері, оқу жаттығу істейтін жерлері болатын болса, ішінде массажный кабинеттер, басқа емделетін витамин салатын кабинеттер толық қазіргі заман талабына сәйкес болатын болса, Түркістанның, облысының ұл қыздары көптес шығады деп ойлаймын. Биылғы жетістік мектеп тарихындағы, спорт мектебінің тарихындағы ең үлкен жетістік болып отыр ғой. Әрине. Бұған дейін ондай мөлшерде бір... Енді біз күресіп жүрген кездеген айтайын, өзіміз осы мектептен 10 жыл қатыстық, осы мектепте, дәл осы мектепте, Абсаман мектебінде оқушысы болып келгенбіз басында 10 жылға жоқ. Ол кезде спорт шеберін, бір спорт шеберін алса, біз үшін үлкен жетістік. Анау спорт шебері пойысы қарады. Қазіргі таңда бір жылда 10 мен 15 спорт шеберін отырмыз. Мектебіміздің ішінде қазір 70-тен астам спорт шебері бар. 5 халықаралық дәрежедегі спорт шеберіміз бар. Еңбек сіңірген жаттықтырушыларымыз бар қазіргі таңда. Енді жетістік соңғы 10 жыл мен алдыңғы 10 жыл алатын болсақ, аспан мен жерде болып тұр ғой енді. Бұрын бір үшінші орын алу, бұл мектепке арман болса, бір чемпион алу қазіргі таңда жаман емес. 79 чемпион Қазақстан бар, 60-тан астам күміс жүлдегер бар, 40-тан астам қола жүлдегер бар мектепте. Қазір 250 баламыз Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасының мүшесі деп саналады. Мынау енді Дәурен Рахымұлы, өзіңіз спорт саласынан өзге Түркістан қалалық мәслихатының депутатысыз. Түркістан енді облыс орталығы. Соңғы кезде, соңғы жылдар үлкен көңілденіп, өсіп өркендеп жатыр. Өзіңізді қала тұрғындары, жалпы облыс жұртшылығы, осы белсенді депутаттың бір ретінде білеміз. Осы депутаттық тұрғыда енді спорт саласынан өзге қандай салаларға басымдық беріп келе жатсыз? Мынау сайлауалды бағдарламаңыздың басым бағыты осы спортқа бағытталған ба? Осы жағына да азын-аулақ тоқталып өтсеңіз. Сайлауалды бағдарламада бізде енді бірінші мақсатымыз спорт саласын дамыту, екінші коммуналдық сала дамыту болып бекітілген. Өйткені өзіміз енді тәжірибеме байланысты, істеген жұмысыма байланысты, енді шамаңа қарап бекітесің ғой. Сол кезде жоспар бойынша қазір енді тұрғындардың алдында, сайлаушылардың алдында берген уәдеміз спорт саласы бойынша орындалуы жақсы деңгейде жатыр. Коммуналдық сала бойынша біраз енді қазір қалада көріп отырсыздар. Жол салынып жатыр, кәріз жүйелері салынып жатыр, ауыз су бар, және қоғамдық көлік бар, свет бар. Барлық коммуналдық сала бойынша да жұмыс біраз шаруалар атқарудамыз. Қала әкімдігімен бірлесіп. Көпшілік болғаннан кейін ол әртүрлі әңгімеде болады, күтпеуде болады, бірақ енді қазіргі таңда қаланы басты мақсатымыз кәріз жүйесімен 70%-ға жеткізу. Түркістан қаласында 30%-ға жетпейтін кәріз жүйесі бар. Демек, барлық тұрғындардың 70%-ы кәріз жүйелерін өздері үйінен қазып алған тұтынушыға тастап отыр. Соны бір жағынан біздің ауыз суымызға зиян тиеді, және экология жағынан да өте зияндар бар, оны білесіз. Соны бірінші неге
халықты жаңағы осында 70%-нан астам неге жеткізсек, кәріз жүйесіне кіргізген болсақ, ол да жаңағы біздің ауыз суымызды тазартады, екінші жағынан экология жағдайымызды тазартады деп ойлаймын өзім. Ол депутаттық корпуста енді барлық 16 депутатта өз жұмысына атсалысуда. Ана жерде білесіз, тұрақты комиссиялар болады, өзіңізде қас кезінде облыстығында көргенсіз, айқай-шу бар, жаңағы арт-ер тартыс бар. Ол жерде енді бірімізді ренжісіп қаламыз ақырында енді ол жұмыс болғаннан кейін, ақыр міндетті мойнына алғаннан кейін жұмыс жасауымыз керек. Ренжіссек ренжісеміз, бірақ кейіннен айтып достасамыз ғой. Бірақ қазақта мақал бар ғой, көтермейтін шоқпарды беліңе байлама деген. Беліңе байлағаннан кейін оны жұмыс жасауымыз керек, күндіз-түні ерінбей. Сол айтатынымыз. Яғни осы сайлауалды бағдарламаңызды орындауда белсенділік танытып келе жатсыз. Енді өзіңізден желілерден, қайырымдылық шаралардан да жиі басқасынан табыласыз. Қазір жаңа оқу жылы қарсаңында бір мектепке жол деген акция жүріп жатыр. Жалпы енді осындай шараларға үлес қосуда жалпы әріптестеріңізді, кәсіпкерлер бүгін мысалы қолдау тауып жүздеген оқушыларға жалпы керекті жарақтармен қамтып жатыр. Осындай бастамаларға бір қолдау танытып жүресіз бе өзіңіз? Енді ондай жағдай бізде әр осындай мектепке жол акциясы бар, Рамазан айында бар, немесе тәуелсіздік күнде бар. Барлық шараға өзіміз қолымыздан келгенше қатысамыз. Бірақ енді оны біз партияның артынан кеткеннен кейін, заман партиясының артынан беріп отырмыз. Өзіміздің керегі жоқ, біз ақыр партияның артынан кеткен, біз партияның артынан өзіміздің беретінімізді беріп, қатысатын жерде қатысып, қолдан келгенше енді ол бір жағынан сауабыз, бір жағынан жетіспеледен сақтайды дейді, сол себептен ол жағынан үлесіміз бір кісіде қатысып жатырмыз. Депутаттық неде кейде талас тартыста мынау мәселелерге келген кезде жалпы әркім енді өзінің округіне болса деп санайтындығы белгілі. Енді сіз өз сайлаушыларыңызда жалпы жаңағы коммуналдық салаға басымдық беремін деп айтып өттіңіз ғой. Мынау спорт бағыты бойынша сіздің алдағы жоспарларыңыз қандай? Қай елді мекендерде спорт алаңшалары жетіспейді әлде де? Өте дұрыс сұрақ. Бұл сұрақ бәрін толғандырады. Түркістан қаласында енді облыстың орталығы болдық. Инфрақұрылым дамып жатыр, басқа да үлкен ғимараттар түсіп жатыр. Ол жағынан ешкімге қоятын сұрағы жоқ деп ойлаймын. Бірақ енді өкінішке орай бізде де спорт саласы бойынша Түркістан қаласында инфрақұрылым өте төмен деңгейде. Өйткені жабық, қыста жазда дайындалатын залдар аз. Өте аз. Сол бойынша мен облыс әкімдігі мен қала әкімдігіне де ұсыныс жасағам. Осында қалада 7 жерден спорт ғимарат салайық. Ол қатты қымбат емес. Ішінде қатты ештеңе жоқ. Үлкен залмен балдардың жуынатынмен киінетін жер болса болды. Сондай ғимараттар салып берейік. Өйткені балдар бос уақытында телефон шығып, немесе басқа нәрсе кіріп кету мақсатында осылай қамтысақ деген ойдамын. Кешеде енді облыс әкімінің орынбасарына да айттық. Осындай вопростар көтердік. Қаладан салайық ғимараттарды. Олар көбісі бізде 60-тан астам несаған, футбол ойнайтын жасаған қалада. Мен ол өте құптарлық нәрсе дедім. Дұрыс. Бірақ ол қыстың күні істейді ол жерде. Оқушыларымыз, жастарымыз қыстың күні. Жаздың күні мейлі. Қаланың ішіне 60 жерге доп ойнайтын жер, волейбол ойнайтын жер, басқа ойнайтын жер салды. Бірақ жаздың қыстың күні істейді деген сұрақ қойдым. Сол бойынша да қазір енді жұмыс жасаудамыз. Егер мен бір жоба кіргем, Жамбыл облысы Тараз қаласынан 25 ауданнан саған спорт ғимаратының жобасын алып келдім. 250 миллион мен 350 миллион арасындағы миллион теңге тұрады ғимарат. Ішінде 3 зал болады. Оқушылар киінетін, шешінетін жағдай жасалған болды. Артық ештеңе жоқ. Оның ішінде бөлек кабинеттер, немесе жиналыс өтетін залдар, артық ештеңе жоқ. Сөйтіп салсақ әр районға. Мысалы бізде қазір қаланы 6-ға бөлген, 6-ның осы новый қала жақта жағдайдың бәрі жасалған. Ол жерге Олимпик центр түсті, Түркістан арена түсті, мұз сарайы түсуде, теннис орталығы түсті. Сонымен алдағы уақытта футболный академия түсіп жатыр. Мектеп интернат түспекші, спорт интернат. 6 ғимарат бір районда орналасқан, бір жаңа
отырар мөлтек ауданы орналасқан. Қалған 5 біздің ауданымызда спорттық жағдай әлі толық деңгейде дамымаған. Ол бойынша алдағы уақытта ұсынысымызды енді қаралады деген ойдамыз. Біздің енді мүмкіншілігіміз ұсыныс беру, өзіміздің істеп отқан жұмысымызбен халыққа жағын жеткізу болып тұр. Сол жағын көреміз. Балаларға осындай сауықтыру, спортпен шынығатын орындар көп болу керек. Әрине, енді бізде бір нәрсе бар, тек қана Олимпиада жақындағанда, немесе мер жақындаған кезде, жаңа ұтса құттықтаймыз, ұтылса сауап аламыз, одан ұмытып кетеміз. Одан 4 жыл мынаяқта балдар дайындалып жатыр ма, жоқ, қалай болып жатыр дайындықтар, не кемшілігі бар, не жоқшылығы бар, соны қарау жағынан ұмытып кетеміз. Көп бізде сондай. Енді бізде может сіңген нәрсе ме, жоқ, может кейіннен келген нәрсе ме, енді оны білмеймін, бірақ бізде спортта бір баланы дайындау үшін ол бір күн себепсіз жаттығуға келмесе, себепсіз немесе ағай рұқсат беріп демал демесе, оның 3 айлық жұмысы еңбегі зая кетеді. Өйткені ол әлемдік деңгейге шығу үшін жалғыз қазақстанда дайындалып жатқан жоқ бұл жерде. Бүкіл әлемде 200-ден астам мемлекет бар, 200-ден астам мемлекет дайындығын істеуде. Енді ол баланың жаңағыдай жылы жер, жаттығатын жері дұрыстау болмаса да шығу жағы қиын болады. Оған біз қарап отқан жоқпыз. Айтар мектептің директорлары бар, орта оқу орындарында мектептерде да. Сол жерде директормен келісіп, залдарын алып, балдар жаттығу үстінде. Өзімізде ғимарат жоқ, ғимарат бітсе, может 1600 бала емес, 3000 баладан кететін жармыз. Сөйтіп 3000 баланы қамтып кетсек, 3000 баламыздың әйтеуір 2000-ға 2500-і өмірге қосылып кетсе, жақсы жұмысқа, отбасы болып кетсе, бұл бізге сол нәрсе жетеді. Өзіңіз жақсы айтып өттіңіз, мысалы, спортшылар енді әлем чемпионы болып келсе, құрметтеп, қошеметтеп, жаңағы сый ақысын беріп, тіпті тұрғын үймен пәтер сыйлап жатамыз. Ал енді осындай мақтаныш спортшылардың спорттық мансабы аяқталғаннан кейін кейде жалпы елдегі жағдай ғой, сондай болып жатады. Тіпті олар жалпы қараусыз қалып, тіпті жұмыссыз қалып кетіп жататын, яғни спорттық карьерасы аяқталғаннан кейін ешқандай құрмет атаққа лайық болмай қалған жағдайлар кездеседі. Жалпы енді сіздің осындағы ұстанымыңыз қандай? Өзі қазіргі аты дүркіреп шығып жатқан спортшыларды бір әрмен қарай жұмысқа алып, солардың тәжірибесін жастарға насихаттау бағытындағы жоспарлар бар ма? Ол бойынша мен сізге бастан тоқтала кетейін. Біздің енді жаңа спортшылар келсе күтіп алып жатыр, мәшіне беріп жатыр, квартира беріп жатыр деп отырсыз, пәтер беріп жатыр. Енді қазір жағдайда біздің басқа облыстар білмеймін, біздің облыста ол жағынан барлығын ешкім күтіп алмайды, ешкім қарсы алмайды. Бізде оқушыларымыз қазір кеше келді, әлем чемпионатынан қола жүлдегерлеріміз. Олимпийский, ол олимпиадалық спорт түрлері ауыр болады, өзіңіз білесіз. Өйткені талас көп болған. Ал олимпиадалық түрлері де, бірақ ол да оңай болмайды. Бірақ енді екеуінің несі ара қашықтығы көп болады, білесіз. Келеді, осындай сұхбат телевизияларда шыға бергеннен кейін күтіп алып жатыр дегеннен кейін біздің облыста ешкім күтіп алмайды. Жылдың басынан бері қанша оқушымыз келді. Еленіп жатқан жоқ. Еленіп жатқан жоқ. Неге деп ойлайсыз осы? Әлде бір спортқа әлі көңіл бөлінбей жатыр ма? Сұрақты қойғым келеді спортқа неге деп. Бірақ қала әкімдігіне рахмет. Нұрболат Саттарұлына әйтеуір тікелей шыға бер. Спортшыларымыз келсе күтіп аламын деп, мен әрқашан барам деп. Уәдесін тұрып, қазір 3-4 спортшымыз күтіп алды, өзі шықты. Бүгіндегі қабылдайын деп отыр спортшыларымыз. Қолынан келген сыйын беріп күтіп алған бізге. Ол біздің спортшы үшін де, оның ата-анасы үшін де құрмет. О, менің баламды әкім күтіп алды. Менің әкім күтіп алды баламды. Грамсын беріпті деп, енді ағайын туысқанынан мақтанады, көрсетеді, сүйіншісін сұрайды ғой. Бізге соның өзі жетеді, бізге бір квартира берудің, немесе мәшіне берудің қажеті жоқ. Бізге внимание, спортшыларға внимание керек. Спортшыларға. Мысалы үшін кеше ғана бір жиналысқа болдым. Біздің облыста 150 бала ғана стипендия алған. Стипендия. Бізде енді облыс бойынша қараңыз. 950 бала
ұлттық құрамада отырады. Соның 150 ғана стипендия алады, жалақы алады, басқарма есебінен. Сол мәселені көтердім. Сосын Астана қаласы мен Ақтау, Атырау, Оралда жасөспірімдер арасында чемпионат қазақстанда 3-ші орын алсаңыз, сізге 50 мың теңге стипендия береді. 1 жыл бойы. Келесі чемпионатқа дейін. Ал жастар арасында чемпион болсаңыз 150-200 мың теңге береді. Ал ересектер арасында чемпион болсаңыз 500 мыңға дейін ала аласыз. Өзге облыстарда. 5-6 облыс өзім білетін облыстар. Ал біздің облыста ересектер арасында олимпиадалық түрлі спорттан жүлдеге өлінсеңіз ғана 100 мың теңге стипендия береді. 50 мың 100 мың арасында стипендия. Ай сайын береді. Яғни студенттердің деңгейінен төмен. Иә, төмен билет бағалады. Енді қараңыз, құрылыста инфляция болды дейді, жаңа баға қымбаттады дейді, қосып береді құрылысқа. Мысалы 100 миллион кететін жерге 150 миллион қалатын. Неге? Өйткені баға қымбаттап кетті, анау қымбаттап. Бізде бекітілген қағидамыз бар, 10 жылдан асып кеткен, әлі сол қағидамен жүрміз. Енді қалған 150 бала мақұл стипендия алдық. Қалған ары өтті 800 баланы не істейміз? Қолдау жоқ. Мен айтамын да, кеше жиналыста болдым бүгін. Мен айттым да, осы балаларға 50 мың теңге стипендия берейік. Сосын біз сұраймыз ғой. Көке, сен стипендия отырсың, жарысқа тегін барып келіп жатсың, оқу жаттығуға тегін барып жатсың, үстіңе киім алып жатсаң спортивкі. Және үйіне көмектеп 50 мың теңге 100 мың теңге айлық алып жатсаң, стипендия отырсаң. Күрес деп айта аламыз. Ал қазір таңда біздің көп балдар мысалы мектептің кезінде мектеппен алдаймыз. Одан кейін университетке оқуға түссе, университет стипендиясын алдаймыз. Сен абасында бар жұмыста. Ал бітіргеннен кейін 20 жасар бала әкесі сұрақ қояды. Қаржы керек. Әкесі сұрақ қояды. Мысалы өзің айтыр, достармен отыратын жері бар, басқа нәрсесі бар айтыр. Онда қаржы керек қой. Одан әкесі айтады, балам, спортыңды қой, жұмысың істе деп. Қарау болсаң да жұмыс істе. Жұмыс істе дейді, ақшылап дейді. Сөйтіп көп балдарымыз кетіп қалуда. Одан кейін өзге өңірден ұсыныс көп түсіп жатыр. Келіңіздер, бізге 500 мың айлық береміз, пәтер береміз, машина береміз деген ұсыныстар көп түседі балдарға, біздің балдарға. Именно Түркістан облысының балдарының ұсыныстар көп келіп түсіп жатыр. Өмірдің мерейін асқақтатсаңдар болды. Жетістікке жеткізсеңдер болды. Жетістік болды деген сонда келіп жатыр ұсыныстар. Сонымен енді біздегі балаларды айтыр, бұрыннан кішкентай кезінен көргеннен кейін, жаңағы қасында жүргеннен кейін олар қимайды, бұл жақта ағайын сөзін қимайды, бұл жақта қаражат тұр, екі ортада жүреді, бір күні қояды да кетеді. Сол себепті мен кеше ұсыныс айттым жиналыста. Кемінде 100 болмаса 200-300 балаға қосайық. Ол енді бір 500 балаға беру ақшасы көп ақша болмайды. Айына бір 20 миллион болар. Бірақ біздің бірінші шарамызға 500 миллион деп бөлініп жатыр ғой? Иә. Бөлініп жатыр, сол. Бірінші мәдени шараларға бөлініп жатыр. Бірақ енді соны кеше енді жиналыста именно спортқа қатысты барлық деңгейдегі адамдар болды. Сол жерде мен айтып ұсыныстарымды бердім. Егер біз істемейтін болсақ, мен спортшыларды таптыра алмаймыз, кетеді. Бірақ енді ол кеткеннен кейін ақыр біздің пәленбай жылғы мемлекеттің қаражаты кетті, тренердің жаттықтырушының еңбегі кетті ғой енді. Соны қалай кетіп қалдырып болады? Стап қылайық деп түсіндіріп айтқандай болды. Январьдан басамыз, қаңтар айдан басап қосып береміз дегенде өздерінің несін айтты. Яғни қолдау бар, барлық спортшылардан таландырып алып қалуға мүмкіндік жасалмай жатыр ғой. Жасалмай жатыр. Өйткені қазір біздің облысымызда спорттан Түркістан облысында ұлттық құрамасында жүрген балдардың Түркістан, Отырар, Арыс, Шардара бір 7-8 аудан балдары жүр. Кенті отық бар. Ал Шаян, Темірлан, Түлкібас, Ленгердің балдары Алматыға, Таразға кетіп қалып жатыр. Ал Алматы қаласынан немесе Жамбыл облысының спортшылары кетіп қалып жатыр. Неге? Өйткені бізде жаза жасау жағдай шамалы қиындау болғаннан кейін кетіп қалып жатыр. Өйткені мысалысын қарасаңыз Ғалымжан Қырықбай деген спортшы бар. Жамбыл облысының атынан шығып жүрген. Кеше барыста 3-ші орын алды. Алдыңғы жыл барыста 2-ші орын алды. Студенттер арасында әлем чемпионы. Сол жолы Түлкібастың баласы негізі.
бері қарай жайлы жасалмайды, ары қарай жай уже. Сосын дзюдо күресінде жүрген Қосман Қырғызбаевтар ағайынды егіз балдар. Ол да Темірланның баласы жүрген. Сосын қазақ күресінде жүрген Мұзаппаров Ерсұлтан Шаданның баласы. Олар Шымкент атынан шығып жүр. Соны спортшылардың бәрі кетуде. Енді кезек бізге де келді. Біздің оқушыларға да кетті. Біз балалар уже Азия, әлемдік деңгейде жақсы көрсетіліп келген, бізге де сұраныс балаларға келіп жатыр. Яғни Шымкент алысқа бармайық, Шымкент қаласының спортшыларына көрсетіліп жатқан қолдауға қарағанда Түркістанда әлдеқайда төмен болып тұр. Енді есептесең, 950 болады ұлттық құрамада, оның 150 бағу айлық алады, стипендия алады, қалған 800 бола немен күн көріп жатыр. Ешқандай табыс жоқ, тек жаттығу. Тек жаттығу. 2 мезгіл жаттығу істемесең, ұлттық құрама кірамайсың, еңбек етпесең. Айлап оқу жаттығудан жүрмесең, табылмайды. Яғни бұл басшылықты ойландыратын мәселе болып тұр. Өте мәселе. Бізде мен кеше айттым енді, осындай мекемен аша бергеннен, ғимарат аша бергеннен ештеңе шықпайды. Лучше 10 бала болсын жағдай жасайық, балаларымызға көбейтейік, стипендиясын көбейтейік, марапат, премиальный қояйық. Сен чемпион Қазақстансың ба? Бір реттік 100 000 теңге. Как? Үкіметтің есебінен несімен беріледі. Сен әлем чемпионы болып келдің ба? 500 000 теңге. Шөтіңе түсетін қылып, ол біраз облыста істелген. Біраз облыста жүйеге қойылған осындай өзі сызып қойған. Мен сөйлестім тренермен, мына балам қазір 3-ші ойнаса болды, 100 000 айлық алады бір жыл бойы деп отыр. Ал бізде чемпион Қазақстан болады, анау болады, бір емес 2 видтен алады. Дзюдо күресінен алады, қазақша күресінен чемпион Қазақстан болады, бірақ стипендия бе алады. Но енді кейбір жағдайларда бір демеушілік танытып жатады азаматтар бір спортшыларға. Енді осы сіздердің мектептің спортшыларына бір демеушілер бар ма бүгін таңда? Ондай табылып жатқан жоқ па мысалы? Енді арасында келеді. Жаңа бұрын спортқа қатысқан жігіттер болды. Спорт түсінетін, өзі қатысқан кезінде мүмкіншілік болмаған спортшылар қазір құрылыста, басқа жерде жүрген жігіттер болды. Антон үлес қосып тұрады. Ондай демеушілік мәселені шеше алмайды ғой. Жоқ, енді ол жерде мысалы енді қараңыз, қазір 250 медаль алдық. 250 медалға 10 000 теңгеден бір қанша қаражат болады мысалы да, былай қарағанда. Әйтеуір қала әкімшілігінен жасамыз, әкімге әйтеуір промой шығып, үйтіп, ол кісі әйтеуір істеп жүрген демеушілерді тауып береді, солар арқылы кішкене балаларды дей аламыз. Өзіңіз енді жетекшілік жасайтын жауынгерлік өнер қауымдастығының облыстағы филиалының жетекшісі ғой. Енді осы филиалдың атқарып жатқан жұмыстарына аз-кем тоқталып өтсеңіз. Енді жауынгерлік өнер бойынша ол 20-ші жылы ашылды, өзіңіз білесіз. Біз осындай басшылық қоғамдық ұйым құрылып басшылыққа келген кезде олимпиадалық емес 25 спорт түрі кіреді бұның ішіне. Біздің облыста 15 спорттың түрі бар соның қамтылғанда 15 спортқа 7,5 миллион теңге бөлінген бір жылға. 7,5 миллион теңге бөлінген. Олимпиадалық емес спорт түрлері. 7,5 миллион теңге командир үшін бөлінген, жас қуарқы келген. Қазір соның 210 миллионнан асты. 2 жылдың ішінде. Жылда спорттық киімдер және спортқа керек қажет заттардың бәрін қазір алып беруде. Ол енді қазір деңгейі мен сізге айтайын, 2 жылдық қорғау деңгейімен санағанда қызығушылық артып, уже қайтып балдар бұрын қош тек олимпийский спортқа қатыссаң ғана күн көре аласың, қалған уақытта күн көре алмайсың әңгіме өтіп жоқ. Облысымызда 120 тренерден 277 тренер болды қазір облыс көлемінде. Оқушымыз 2000 оқушы еді, 5000 оқушыдан асты. Именно осы жауынгерлік бойынша 15 спорт түрі бар, соны қамтып келе жатырмыз. Ол жұмыс ояннан қазір бір кісідей республика деңгейінде жүріп жатыр. Жоғарғы спорт шебер мектебі ашылды. Оның үлкен жетістік. Білесіз, ол үлкен балалар тауыстыру қиын екен. Сол жақтар ашылды, жыл сайын ояқтан спартик, басқа нәрсесімен барлық беріліп, оқу жаттығуында кәдімгі олимпиадалық спорт түрлері сияқты Алматыда, Астанада, Шымкентте, Европада, Азияда қатысып, жауынгерліктің бір ашылған
пайдасы біздің спортшыларға осы жағынан көп бауырсағын шешіп алдық. Кеше ғана Дубайда өткен әлем чемпионатында Арыстың екі қызы орнап келді. МВА төбелес түрінен. Арыстың бір қызы екінші орын алды, бір қызы үшінші орын алды. Сосын Арыстың қыздары. Яғни олимпиадалық емес спорт түрлеріне қызығушылық бар. Бар. Өйткені ол жерде білесіз, бұл спорт түрлері зрительский. Неге? Арасында бұның төбелес болғаннан кейін, қазір мысалы UFC дейді, ММА дейді, Алаш Прайд дейді, басқа дейді, шығып қалған. Бұл халықты, білесіз, боксқа қызығады, біздің халық енді бүкіл елде төбелес спорт түрлері қатты дамып қазір. Сол асыны ішіндегі көп нәрсесі бұл төбелес түрлері. Жауынгерлікті дайындайтын түрлері ғой бұл жерде. Болашақта елдің қорғаны болатын, әскері болады деген жігіттеріміздің, қыздарымыз осылардың бар. Оларға көңіл бөліп, қазір деңгейі енді 100% деңгейі болмаса да 80% деңгейге жетіп қалдық. Әлде де ол бойынша жоспарларымыз көп, әлде де уақытта шикі вопростар көп. Ол жерден жаңа стипендия мәселесі, қаражат мәселесі де шешілмеген, әлі біраз мәселесі бар. Сол жағын шешу жағынан жұмыс жасаудамыз. Жаңағы өзіңіз айтып өткендей, сондай жекпе-жек болмаса осы олимпиадалық емес спорт түрлерінен, яғни жанкүйерлерді көп тарта алатын спорттар бойынша қандай ауқымды шара өткізу ойларыңызда бар бүгінде облыс орталығында? Облыс орталығында енді оны өткізу үшін біріншіден қаражат керек. Оны білесіз, өйткені ғимарат керек өткізу үшін. Енді қазір менің ғимаратым жоқ болғаннан кейін өткізу жағы шамалы қиындау болып отыр. Неге? Мысалы бізде Олимпик центр деген бар. Ол сағатына 70 мың теңге сұрайды. Жарыс өткізу үшін. Жекеменшік. Жарыс өткізу үшін сағатына 70 мың теңге төлеуіміз керек. Бүгін 3 күн жарыс болатын болса, 10 сағаттан болатын болса, есептемеңіз. Қанша қажет кетеді. Соны жаман орыс байланса өткізе отырмыз. Бірақ алдағы уақытта самбо күресінен, белбеу күресінен, және бірнеше спорт түрінен Азия әлем чемпионаттарын алу жоспарымызда бар. Бірақ енді ол үшін бізге облыс әкімдігінен, спорт басқармасынан қолдау керек болады. Өйткені шығындары шашылған. Оны білесіз. Жалақы төлене ме? Жауынгерлік өнер қауымдастығының айналасында жүрген азаматтар жалақы тек қоғамдық жұмыс ретінде. Таза бәрі елдің патриоты ретінде, несі ретінде атсалысуда. Яғни тек спорттың жанашырлары. Бұл спорт саласында спорттың жанашыры болсаң ештеңе жүрмейді. Тек жаңа сіз айтып отқан қаржы 200 миллионнан асырдық деп отқан қаржы ол спортшылардың тек жол шығыны мен тамағы ғой енді жарыстардағы. Өзге қаржы қаралмаған. Жоқ, қаржы жоқ. Басқа ұйымдардан, спонсорлардан ештеңе жоқ. Тек қана сол бөлінген қаржы село. Дәурен Рахымұлы, мынау уақытыңызды бөліп, спорт тақырып төңірегіндегі мынау өзекті мәселелер, оның ішінде жауынгерлік өнер, одан кейін мынау Әбсалам Нұрмұханов атындағы спорт мектебінің бүгінгі осы салада жеткен жетістіктер төңірегінде ой өрткеніңізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға тек сәттілік дейміз. Сіздер тәрбиелеген чемпиондар еліміздің мерейін асқақтата берсін. Рахмет. Сізге де рахмет.